Bismillah, sabahımızda жалғастырамыз. Өткен жолы біз иғропты өттік, ә? Иғроп үш түрлі болады дедік. Роф болады, насып болады, жар болады дедік, ә? Исімнің иғробы. Исімнің иғробы үш түрлі болады дедік. Исім, роф, насып, жар болады дедік. Роф кезінде не болады дедік? Дама болады. Мысалы, жаа муслимун десек, мұсылман келді десек, роф болып тұр, роф белгісі дама болып тұр. Раайту муслиман деген кезде, насып болып тұр, насып белгісі фатха болып тұр. Захабту иля муслимин дегенде, муслимин деген сөз мәжір болып тұр, жар белгісі кәсір болып тұр. Бұл иғроптың негізгі белгісі екен, е? Рофтың негізгі белгісі дама, насыптың негізгі белгісі фатха, жардың негізгі белгісі кәсірі. Енді бүгін негізгі белгілері емес, иғроптың қосымша белгілері туралы өтеміз. Мысалы, екілік сөз болса, муслимани, екілікті білдіретін сөз болса, бұның рофтың белгісі дама емес, даманың орнына алиф болады екен. Мынау алиф, муслимани дегендегі алиф не болады? Екілікте рофтың белгісі алиф болады екен. Ал екілікте настың белгісі яй болады екен. Мысалы, жаа муслимани деп айтасың, роайту муслимайни деп айтасың. Яй тұр ғой, мынау алды фатхалы болған яй. Осы не екен? Насыптың белгісі яй болады екен. Ал жардың белгісі захабту иля муслимайни. Екілікте жардың белгісі де яй болады екен. Яғни насыптың да жардың да белгісі яй болады екен екілікте. Және бізде жамық музаккар салим деген бар, я? Уна деп көбейетін бар еді ғой. Егер де жамық музаккар салим роф болса, рофтың белгісі вау болады екен. Дама болмайды, не болады? Вау болады. Мысалы, жаа муслимуна деп айтсақ, муслимуна дегендегі вау, ол рофтың белгісі болып табылады екен. Ал насып кезінде жамық музаккар салим не болады екен? Яй болады екен. Мысалы, раайту муслимина десек, мұсылман еркектерді көрдік десек, яй не болады? Насыптың белгісі. Және де жардың белгісі де яй болады екен. Алды кәсірал болған яй. Захабту иля муслимина десек, не болады? Яй алды кәсірал болған яй жардың белгісі екен. Және де бізде жамық муаннас ас-салим деген бар. Жамық муаннас ас-салим деген атун деп әйелтегін көптігін білдіретін нәрсе еді, атун деген жалғану арқылы. Мысалы, муслиматун мұсылман әйелдер десек, роф белгісі дама болады екен, е? Бірліктегідей, роф белгісі дама болады. Дама роф белгісі, муслиматун, жаа муслиматун десек. Немесе жаат муслиматун десек. Немесе раайту муслиматин десек, настың белгісі кәсіра болады екен. Не болады екен? Жамық музаккар ас-салимде настың белгісі кәсіра болады. Бірлікте настың белгісі фатха еді ғой. Ал жамық музаккар муаннас ас-салимде настың белгісі кәсіра болады екен. Және де жар белгісі. Жар белгісі кәдімгідей кәсіра болады екен. Бірліктегідей жар кезінде жардың белгісі кәсіра болады. Сонымен қорытындылаймыз. Қорытындыласақ, рофтың негізгі белгісі дама. Бірақ екілікте рофтың белгісі не болады? Алиф болады. Ал жамық музаккар ас-салимде ертегінің көпшесінің жамығында, уна деп жалғанатын жамықта, онда роф белгісі вау болады. Ал әйел тегінде жамық музаккар муаннас ас-салимде роф белгісі дама болады. Насыптың негізгі белгісі фатха. Екілікте алды фатхалы болған яй. Жамық музаккар ас-салимде алды кәсіралы болған яй. Ал жамық муаннас ас-салимде кәсіра. Насыптың белгісі не екен? Кәсіра екен. Жардың негізгі белгісі кәсіра. Бірақ та екілікте оның белгісі алды фатхалы болған яй болады. Ал жамық музаккар ас-салимде жардың белгісі алды кәсіралы болған яй болады. Ал жамық муаннас ас-салимде екіліктің белгісі жамық муаннас ас-салимде көптіктің белгісі кәсіралы болады екен. Енді осыны кітаптан өтейік. Иғробул мусанна ва жамъ ас-салим. Иғробы екіліктің жамъ ас-салим. Жамъ ас-салимнің иғробы. Жамъ ас-салимдер қаншаға бөлінеді бізде? Екіге бөлінеді, музаккар муаннас деп. Еркек әйел деп. Вал мусанна юрфау бил алифи юнсабу ва юджарру бил яи дейді. Екіліктер
юрфау роф болады алифпен, және насып болады, және жар болады яймен дейді. Нені айтып жатыр? Бағанағы мысалдағы мынаны айтып жатыр. Роф кезінде алиф болады, ал насып кезінде яй болады, жар кезінде яй болады деп айтып жатыр. Вал жаму музаккар ас-салим юрфау бил вави ва юнсабу ва юджару бил яй. Жаму музаккар ас-салимге келсек, ол роф кезінде вау болады, насып кезінде, жар кезінде яй болады дейді. Нені айтып жатыр? Мынау жаму музаккар ас-салим деп жатыр. Жаму музаккар ас-салим муслимуна деген роф кезінде вау болады, ал жар кезінде, насып кезінде және жар кезінде яй болады. Алты касра болған яй болады. Ва жаму мунас ас-салим юнсабу бил касрати ва юқалу лил алифи вал вави вал яи касрати аламатул фар'ия дейді. Ал жаму мунас ас-салим болса насып кезінде касралы болады дейді. Не істейді? Жаму мунас ас-салим әйел тегінің көпшесі роф кезінде, насып кезінде кәсіралы болады дейді. Ал роф кезін және жар кезін айтқан жоқ. Өйткені роф кезі мен жар кезі не сияқты? Муфрот сияқты, бірлік сияқты. Ешқандай өзгеріс жоқ. Тек қана насып кезінде муфротта бірліктен, насып кезінде фатхалы болса, мынау ерекшеленеді. Муфроттан ерекшеленеді. Немен? Кәсіра болумен ерекшеленеді. Насып кезінде кәсіра болумен ерекшеленеді. Ал роф кезінде және жар кезінде муфроттан ешқандай айырмашылық жоқ. Сол үшін оны айтып жатқан жоқ. Насып кезінде муфротта, насып кезінде фатха болса, ал жаму муаннас ас-салимде насып кезінде кәсралы болады екен. Соны айтып жатыр. Ва жаму муаннас ас-салим юнсабу бил касра. Жаму муаннас ас-салим касрамен насып болады. Ва юқалу лил алифи вау вал яи вал касрати аламатул фар'ия. Бұл алифке, вауге және яйге және кәсраға аламату фар'ия қосымша белгілері деп айтылады дейді. Не деп айтылады? Еуроптың қосымша белгілері деп айтылады. Өйткені Еуроптың негізгі белгілері не етін бізде? Дамма, фатха және кәсра етін. Ал мынау алиф болса, мынау яй болса, мынау кәсра болса, жаму ас-салим кәсрасы болса, бұл не? Еуроптың қосымша белгілері екен, негізгі белгілері емес. وعرفت أن علامة الرفع الأصلية ضمة والعلامة النصب فتحة وعلامة الجر كسرة. Сен рофтың негізгі белгісі дамма екенін, және насыптың негізгі белгісі фатха екенін, және де жардың негізгі белгісі кәсра екенін білдің дейді. Аламата жазми сукун, және жазымның негізгі белгісі сукун екенін білдің дейді. Ва хунака аламатун фар'иятун танубу ан хадихил аламати фи анваи минал калимати кама саюзкар дейді. Ал және бұл жерде араб тілінде қосымша белгілері бар дейді. Негізгі белгілердің орнын басатын, қазір жақын арада оны айтамыз дейді. Ва хунака, мұнда араб тілінде аламатун белгілері бар, фар'иятун қосымша белгілері бар. Қандай белгілер? Танубу орнын басатын, ан хадихил аламати осы белгілердің, негізгі белгілердің орнын басатын. Фи анваи мин анваи калимат, сөздердің кейбір түрлерінде, бүкіл түрінде емес, кейбір сөздердің түрлерінде орнын басады. Екілікте жаму музаккар ас-салим, жаму муаннас ас-салим де сияқты. Кама саюзкар, жақын арада айтылатын сияқты дейді. Ал-мусанна, екілікке келсек, юрфау би алиф ниябатан ани дамма. Дамманың орнына алифпен роф болады дейді. Мысалы, хадора хуна роджулани. Мұнда екі кісі келді десеге, осы жерде роджулани деген не болып тұр? Роф болып тұр. Роф белгісі алиф болып тұр. Егер роджулун деп айтсақ, хадора хуна роджулун деп айтсақ, бірлікпен айтсақ, оның рофтың белгісі дама болады. Бірақ екілікпен айтқан кезде не болады? Рофтың белгісі алиф болады. Ва юнсабу ва юджару бил яи ниябатан анил фатхати вал касрати дейді. Насып, юнсабу насып болады және жар болады яймен, фатха мен касраның орнына дейді. Мысалы, екілік насып болған кезде не болады? Және жар болған кезде яймен жар болады. Ниябатан орнына анил фатхати вал касрати. Фатха мен касраның орнына. Мысалы, акромту роджулайни. Екі ер кісіні құрметтедім деген кезде насып болып та, насып белгісі яй болып тұр. Егер бірлікпен айтсақ қалай болатын еді? Акромту роджулан, роджулан деп айтатын едік. Насыптың белгісі негізі фатха ғой.
Оның орнына не келіп жатыр? Яй келіп жатыр. Алды фатха болған яй келіп жатыр. Немесе назарту иля раджулайни деген кезде бұл жерде жар болып жатыр, жар белгісі яй болып жатыр. Әсілінде назарту иля раджулин кәсірамен айту керек еді қой. Бірақ екілікте немен айтамыз? Яймен айтады екенбіз. Ва жамғ музаккар ас-салим дейді. Жамғ музаккар ас-салимге келсек, юрфау бил ваи нябатан ани даммати наху дейді. Роф кезінде юрфау ваумен роф болады даманың орнына дейді. Мысалы, хараджал мухандисуна недер? Мухандис, инженерлер шықты. Мухандисуна роф белгісі мынау дама болып тұр. Әсінде хараджа мухандису деп айтсақ, негізінде дама роф белгісі болу керек еді. Бірақ та не болып жатыр? Бұл жерде жамғ музаккар ас-салим болғандықтан роф белгісі вау болып жатыр. Ва юнсабу ва южару бил яи нябатан анил фатхати вал касрати дейді. Және де насып болады, және жар болады яймен, фатха мен касраның орнына дейді. Яғни насып кезінде де яй бола береді екен, жар кезінде де яймен жар болады екен. Мысалы, ваддa'ату мухандисина ва назарту иля мухандисина. Ваддa'ату қоштастым инженерлермен. Әсілінде ваддa'ату мухандисан деп айтатын еді ғой бірлік болса. Бірақ фатханың орнына не келіп жатыр? Яй келіп жатыр. Настың белгісі яй болып жатыр. Назарту иля мухандисина. Егер де бірлікпен айтсақ, назарту иля мухандисин деп кәсірамен айтатын еді ғой. Бірақ кәсірінің орнына не келіп жатыр? Яй келіп жатыр. Жамғ музаккар салим болғандықтан. Ва жамғ муаннас ас-салимге келсек дейді, юнсабу бил касрати нябатан ани фатха. Фатханың орнына кәсірамен насып болады дейді. Мысалы, харасту шажаратин ағаштарды отырғыздым. Осы жерде шажаратин деп настың орнына насып кезінде кәсіра болып жатыр. Әсілінде не деп айту керекпіз? Бірлік кезінде харасту шажаратан бірлікпен айтсақ, шажаратан деп фатхамен айтамыз. Бірақ та жамғ музаккар ас-салимде немен айтамыз? Кәсірамен айтамыз насып кезінде. Харасту шажаратин деп айтамыз. Ама руфуху ва жарруху фаякуну бил аламатайни аслиятайни. Руф және жар кезінде ол аламатайн аслиятайни негізгі белгісімен қала береді дейді. Руфтың негізгі белгісі дамма, жамғ музаккар ас-салимде дама болады. Жар негізгі белгісі кәсіра ма, жамғ музаккар ас-салимде кәсіра болады. Тек қана насып кезінде не болады? Өзгешеленеді деген негізгі белгісі. Мысалы, айнаатил шажарату ваджиту бишажаратин ухра дейді. Айнаат не істеді? Пісті, жеміс берді. Шажарату ағаштар жеміс берді. Бұл роф болып тұр, роф белгісі не болып тұр? Дама болып тұр. Бірлікпен айтсақ та осылай дамамен айтамыз. Мысалы, айнаати шажарату десек дамамен айтамыз. Ешқандай бірліктен өзгешелік жоқ. Житу бишажаратин ухра, басқа ағашты алып келдім дейді. Осы жерде бишажаратин деген кәсірал болып тұр. Роф белгісі, жар белгісі кәсіра болып тұр. Жардың негізгі белгісі не? Кәсіра. Негізгі белгісіне сәйкес келеді. Тек қана насып кезінде ғана не істейді екен? Жамғ музаккар ас-салим өзгешеленеді екен. Сабақ түсінікті деп ойлаймын. Түсініксіз болса сұраңыздар.